Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бұл видеода сіздерге асқабақ пен ішмай қосылған орама дайындаудың қарапайым әрі дәмді нұсқасын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ұнға тұз, жұмыртқа қосып, қатты емес, жұмсақ емес, орташа қылып қамырлейтін боламыз. Оны пакетке салып демалдырып қоямыз. Арасында осылай бір-екі рет айналдырып, иін қандырамыз. Сосын зуалаларға бөліп, менде 4 зуала шықты, 4-ке бөліп, қамырды дайындап қоятын боламыз, арнайы демалсын деп. Осы арада ішкі салмасын дайындаймыз. Ең маңызды бөлігі осы мінекей ішмай. Орамаңыз сочный, әдемі әрі пайдалы болсын десеңіз, осы ішмайды қосқаныңыз дұрыс. Ішмайға пиязды жақсылап майдалап турап аламыз. Асқабағымызды бөліктерге бөліп, сыртындағы қабығынан ашып, күштің майда көзінен өткізіп шығамыз. Дайын болған асқабаққа жаңағы салмаларын саламыз. Пияз, ішмай, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және қалауыңыз бойынша зіре қосасыз. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы қамырымызға байланысты теңдей етіп 4 бөлікке бөліңіз. Мінекей енді қамырымызды аламыз, жұқа қылып жаятын боламыз. Қамыр жайып болғанымша сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісе кетейін. Жалпы асқабақ пен ішмай бірін-бірі толықтырып отыратын табиғи өнімдер. Асқабақ дәруменге өте бай, асқазанға жеңіл және ағзаны тазартады. Ал ішмай қуат беретін, суықтан қорғайтын табиғи энергия көзі. Екеуі бірігіп, әрі дәмді, әрі өте пайдалы тағамға айналады. Нағыз ауылдың қуаты мен шипасы осы бір ораманың құрамынан табылады. Мінекей қамырымызды жұп-жұқа өте керемет болып жайылды. Енді майды жақсылап, барлық жеріне біркелкі қылып жағып шығамыз. Тимей қалған жерлерін осылай қайырып, май тегізіп алсаңыздар өте керемет. Ал енді салмасын біркелкі қылып жағып шығатын боламыз. Шетіне көбірек, орта жағына азырақ салғандарыңыз дұрыс. Қатты бос емес, қатты тығыз емес, осылай орташа қылып орап шығамыз. Листті майлап алып, ораманы листке жайғастырамыз. Ал біздің өте керемет дәмді орамамыз 30-40 минуттарда дайын болады. Мінекей орамамыз пісті, иісі деген керемет. Жалпы бұл тамақ өзбектердің тамағы деп аталады екен. Орама, яғни ханым деп аталады екен. Біздерде бұл орама дейді, ал сіздер жақта қалай аталады? Оны комментарияға жазып кетіңіз. Сонымен қатар бұл ораманы фаршпен немесе картоппен де жасайды екен. Ал сіздер қай түрін атасыздар? Комментарияға жазып кетіңіз. Сонымен қатар арнама тіркеліңіз. Келесіде қызықты, оңай, дәмді рецепттер алда болатын болады. Жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Сіздермен бірге болған Мадина.